жастарға айтатын енді ақылын тасып айтайын деп отырған әңгімем емес. Болды, уже шыдай алмаймын деген кезде міндетті түрде алға барамын. Міндетті түрде алға барамын. Дүниеде ең жақын адам ата-ана деген. Мен өтірік айтпай-ақ қояйын енді. Тахажжуд намазын оқитын кездеріміз де болды. Анамызға денсаулық тілеп. Ол әкеміз үнемі айтады. 2 сағат, 3 сағатқа дейін отыратын кездерім болады. Енді ауыр сөз айтыстым да, соны бірақ. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкумассалам. Қазіргі ата-аналар жайлы көп дүние айтатын дүниелер бар ғой. Соған кішкене өзіміздің үлесімізді қоссақ деген жалпы мен алғашқы сөзімді бүкіл әлемді жоқтан бар еткен 18 мың ғалам жаратқан құдіретті Алла Тағала сансыз мақтар, сансыз шүкірлер болсын деп және де 2 миллионның асыл тажы пайғамбарлар сардары адамзаттың абзалы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам деп сансыз салауаттан бастағымыз келеді. Жалпыға бірдей топырақ шашуға да одан аулақпын, бірақ істеп жүргендері бар, істемей ұмытып кетіп жатырғандар да бар. Мынау бір ақын ағамыздың бір сөзі бар ғой. Жалпы негізі ана ғой ең бірінші. Әке дейміз, бірақ сол әкелердің өзі де анадан туған. Бәріміз де анадан туғанбыз, тіпті пайғамбардың өзі де анадан туған. Аналарды жұмақ дейміз, күн дейміз. Құрғақ сөзге құмарымыз-ау ылғимыз. Ыстық асын ішіп алып ананың айтқан сөзін құлаққа да ілмейміз. Түнде жортсаң, өзің үшін алаңдап кірпік ілмей жататынын білмейміз. Жақсы көрем жаным апа дегенді неге осы жиі айтып жүрмейміз? Дәмін алғаш келтірген жан ауыздың. Тұнығына шомылдырып қауыздың. Сөйткен жанды қуантуың үшін де керегіне 8-ші наурыздың. Қуанады, жүрсең оған еркелеп. Үлгір алсаң, аз өмірін ерте кетті. Сөйткен жанға сыйлау үшін орамал әр мейрамды күтіп жүру не керек? Аналарды жұмақ дейміз, күн дейміз, құрғақ сөзге құмарымыз-ау ылғи біз. Пейіл бөлмей өмір берген адамға дүниенің қырсауында жылжимыз. Қош апатай деп айтуға бір күні үлгер алмай қаларыңды білмейміз дейді. Дұрыс айтасыз. Өте ойландыратын сұрақ, өте толғандыратын сұрақ. Қазақ айтады ғой, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің деп. Қазір ата-ана болдық, әкеміз. Сол кезде ата-анамыздың қадірін енді біліп жатырық. Жас күнімізде көп нәрсені білместікпен істеппіз. Біз талай көшеде жүрдік. Сонда бізді уайымдап отырады. Сағат түнгі 1-12-ге дейін. Сол кезде енді қазір өзіміздің баламыз сөйтіп кешіксе, біз де уайымдаймыз, ата-ананың қадірін білмейді екенбіз ғой біз. Ата-анама барынша көңіл бөлуге, олардың тәттіні жеп ішуіне, жақсы жерге баруына, білмеймін, мен толыққанды қатты бір етене жақын қызмет жасап жүрмін деп те білмеймін, айта алмайтын шығармын. Оның өзі асылық шығар, бірақ менің ойымша қандай да бір жақсылық жасасаң, сауабын сол уақытта ұстап қалу үшін оны жария етудің қажеті жоқ дейді. Менің бұл өзімнің түсінігімде. Бірақ шама-шарқымның келгенше оларды ренжітпеуге, шамамның келгенінше барынша қызмет жасауға тырысып келе жатырмын деп ойлаймын. Ата-ана мен үшін ең биік, ең жоғары. Өйткені маған өмір сыйлады, мені дүниеге алып келді. Мен шыр етіп келген кезде содан бастап менің
осы дәрежеге жетіп отыруыма ата-анам көп ықпал етті. Мені жүруді үйретті, сөйлеуді үйретті, білім берді, бойыма барлығын салды, тәрбие берді. Қарыздарымыз ата-анам. Мен үшін ата-ана ең биік, ең жақсы көретін, ең асыл адамдар мен үшін. Ата-анама дұрыс айтасыз, қазір өзімде анам барынша анамның өзіме деген қамқорлығын сезініп жатырмын. Қалай десем екен, кезінде бізге қазір баламыз тыңдамаса андай аламыз ғой, өкпелеп қаламыз ғой. Сол кезде біздің де кішкентай кезімізде тыңдамаған кезіміз болған шығар анамызды. Сол кезде қазір полностью айтқанда біз анамның барлық несін сезініп жатырмын да өзім ана болғаннан кейін. Ол кісінің түнде тұрғанын, түн ұйқысын 4 бөліп дейді ғой, сондай несін. Қазір енді бірақтан қаншалықты жақын деп жатсыз ғой, қаншалықты жақын болғанда біз өзіміз қазір үйлі баранды болып кеткен екен, алыстау болып кеттік. Баяғыдай емес. Бірақ өзің осындай неде болсаң, алыста болсаң, бәрібір жүрегің, менің жүрегім анамның жанында, жақын. Мынандай сөзі бар да, мамамның айтқан, мен ауырсам да, мен қандай халде жатсам да, ертең мен не болсам да, главное сендер ойламаңдар, сен ойлама, потому что сен ауырып қаласың. Сол үшін сен өзің бала шағаң бар, сен өзің отбасың бар, денсаулығыңды соларға ұста дейді да. Көрдіңіз ба, өзі қазір қатты ауыр үстінде жатыр да, қатты халде ауырып жатыр да. Соның бәрін ана деген қалай деймін да, өзі мен құрбан болсам да болайын, мен не істесем де, мен не болсам да, балам деп кетеді екен да ана. Жақсы. Жалпы ата-ана бұл бізді әуелі Алла, одан соң осындай жағдайға жеткізген сол ата-анамыз. Бізді көп жағдайда ол кісі қандай қиыншылық көрсе де, ол кісілер біздің өсіп өнуімізге, біздің жетілуімізге көп себепкер болған сол кісілерді білемін. Жалпы ол кісілердің разылығын ала алдық па, ала алмадық па? Сол ғой негізгі мәселе. Енді ата-анамызға қандай жақсылық жасасақ та, ол кісілер айтады, Алла разы болсын, мен разымын деп жатады. Бірақ соның өзі ол кісілердің жаңағы мейірімділігінің арқасы ғой деп білемін да. Мейірімді да ол кісілер. Шүкір Аллаға бар. Қуантайшы осы кісіні деп барып бір жерге бір кафе дейміз ғой енді, сондай жерге бір арнайы дастархан жайып сол жерге апарып отырғызып, мейлі ол мейрам күндері болсын, мейлі бұл кісінің туған күні болсын, мейлі былай өзіміздің демалыс күндеріміз болсын, ондай сәттер болды, жоқ емес, болды. Жаңа сол баламызға киіндіреміз, бастан аяқ киіндіріп, бәр жағдайын жасаймыз, ал ата-анамызды ұмытып кетеміз. Болды. Мен шынымды айтсам, мүмкіндігінше осы уақытқа дейін анамды өзім киіндірем десем, артық айтпаймын. Өйткені мен ойлаймын, ертең мен өкінбеуім керек. Менің ішімде өкініш кернемеу керек. Мен ертең сапта тұрып, Құдай сақтасын, мен жоқтау айтқанда да, менің ішімде кішкене тыныштық болу керек. Ұзақ жыламау үшін, ұзақ жоқтамау үшін, ішімде өкінішім әттеген айым болмау үшін, осы уақытқа дейін мен шынымды айтсам, анамды өзім киіндірем. Өзім арасында еркелетіп, атын атап та сөйлеймін. Сондай, Аллаға шүкір.
ал әкеме де сол жағдайды жасауға тырысамын, бірақ әкем көп жағдайда менен сыйлық алуға қатты ыңғайсызданады. Көп жағдайда бас тартады. Бірақ мен бәрібір апарып беремін, мұны сізге дегенде ата-анамның жүзінен әдемі күлкі көремін, жұбаныш. Соның өзіне рахаттанамын. Мен ата-анамды өте жақсы көремін. Ата-анамды өте қадірлеймін. Мен ата-анаммен бірге тұрамын. Мен ата-анамның қолында тұрамын. Жұрттар мен қолымда ата-анам тұрады деп сөйлейді да, ол дұрыс емес. Мен ата-анамның қолында тұрамын. Сондықтан менің таңым атып, күнім бататын кім мен? Мен ата-анаммен, бала-шағамның қасындамын. Ата-анам менің күнделікті менің қасымда. Сондықтан мен актер болғаннан кейін гастрольде сыртта көп жүремін. Сондықтан мен әр гастрольге барған сайын анама, әкеме қуантқым келеді, бір жақсы заттар алып келіп беремін. Мынандай деп айтайыншы, қазір мен анама негізі қазір осы соңғы уақытта жиі хабарласып тұрамын, жиі звондап тұрамын, хал жағдайын біліп тұрамын. Менде мынандай өкініш қалып кеткен да, мен әкем тірі кезде мен айтқамда, туған күніне өзі жасқа толып жатқан кезде мен айтыптым да әкеме, папа, ендігі жылы Құдай қаласа туған күніңізге келген кезде сізге жақсы бір турецкий көйлек алып келіп беремін деп айтқамда әкеме. Сол кезде болды, күтем деп қалғанда, бірақ өкінішке орай ол нәрсе болған жоқ да. Өкінішке орай ол нәрсе болған жоқ. Ол кісі уже туылған күніне дейін, келесі өзінің туылған күніне дейін, ол кісі уже өмірден қайтып кетті да. Менде сол нәрсе осы жүрегімде қалып қойғанда, осы уақытқа дейін қазір сондай бір қатты бір өкініш қалып қойған, шынымды айтсам, жүрегімде. Неге сол кезде, сол барып тұрған кезде туған күніне, неге сол бермедім? Неге сол бір көйлекті алып бере салмадым? Неге сол, егер мен сол білгенімде, келесі туған күніне дейін болмайтын білгенімде, мен міндетті түрде алып баратым. Бірақ қазір содан кейін сол маған сабақ болды. Анама жиі хабарласам, жиі айтам. Мүмкін бір жерге барып демалып қайтамыз. Мүмкін бір жерге барып отырып қайтамыз. Мүмкін сізге мынандай нәрсе керек шығар деп. Ондай көйлегінде алып беремін, киімінде алып беремін. Базар аралап жүрсем, мен өзі кез келген нәрсеге кірсем, бірінші өзіме, жаңағыдай көзіме осындай анама алсам екен деген нәрсе тұрады, өйткені маған сабақ болды. Ондай уақытым болмапты, шын айтқанда. Бірақ негізі табысымды лажы болса сол кісінің қолына ұсынып отырамын. Өзіңіз киініңіз, өзіңіз алыңыз. Ал бірақ ол кісі отбасын ұлдарын ойлайды негізі. Иә, шүкір. Себебі мен өзім анамның қолында тұрдым ғой, қара шаңырақта. Әкем болса, мен 20 жасында дүниеден өтіп кеткен. Ол енді мен әкем қазір Аллаға шүкір 70-ге келіп қалды. Ол мені осы уақытқа дейін былай шомылдыр, жуындырып бер деп айтқан емес. Бірақ шашын алып берем. Өзім балам шашым өсіп кетті дейді. Болды деп шашын алып беріп, өзім бритвамен өзім жақсылапты. Өзім алам, ешкімге алдырмаймын. Анамды ертіп кетсем, жүріңіз, барып келейік, жуым шайынып келейік деп. Аллаға шүкір, тырнағын алып берем, жуындырам деген сияқты. Шүкір ол жағынан, Аллаға шүкір, көңіл бөлуге тырысамын. Менің ата-анам ондай үлкен кәрі адамдар емес. 60-ға, анам 60-ға енді келді, әкем 62-де. Енді үйде барлық жағдай жасалған, өздері жуынып, мен ондай ол кісілер үлкен жастары егде болып, жуындырып жататындай ондай емес. Бізде
өздері жуынады. Бірақ мен бір айта кететінім, біз үйде 2 ұлмыз. Бізде қыз жоқ үйде. Соны әтеуір келіншегім ата-анамды өзінің ата-анасындай қарайды, ата-анам келіншегіме қызындай қарайды. Осы жақында алдыңғы аптада барған кезде бір апта бұрын шомылдырып, шуындырып, жылы сөздер айтып, себебі мен мамама жақында ота жасалған, бір емес 2 рет ота жасалған. Сондықтан да ол кісі қазір көп қимылдай алмайды. Сондықтан да мен демалыстарда аптасына барам, шомылдырып. Жалпы осы үйімізге баня соқтым, кішігірім ғана. Отпен жанады. Анам, бала-шағамыз үйден кіріп шықсын деп, әр жексенбі от жағып тұрам. Сол баняны жағып тұрам. Отбасымыздың барлығын лаж болса, сол баняға түсіп, анама сол кезде шайын әперіп, қалай баня ысып кеткен жоқ па, жаурап қалған жоқсыз ба, болмаса қатты ысып, тоңып қалған жоқсыз ба деп жағдайын сұрап тұрам. Ол ақиқат. Жастықтың желігімен болды ондай. Ренжіткен кезім болды. Мойындаймын. Неге өйтесің деген кез болды. Барынша ренжітпеуге тырысамыз. Барынша бір ондай бір қатты ренжітіп бір жасаған емеспін осы уақытқа дейін. Иә, өкіндім ол кезде, бірақ енді артынан бәрібір ана баладан безбейді ғой. Өйткені ана ол ана. Енді пенде болғаннан кейін кейде асыл сөйлеп қалатын кезіміз болады, кейде артық айтып қоятын кезіміз болады. Студент кезінде ғой деймін, құрбыларымның барлығы енді жылда киінеді, сәнді андай киім киіп келеді қасымда құрбыларым. Бірақ бізде 5 қыз, 1 ұл болғаннан кейін бар, бізге ондай нәрсе әр енді мода сайын, сән сайын қуалап кете бермейміз ғой, бірақ әйтеуір ешкімнен кем қалмай өсірді. Не жейміз, не ішеміз, не киеміз, ондай не болған жоқ, бірақ енді әр сән көйлектің үстіне сән көйлек бүйтіп қуалап кете беруге бізде 5 қыз, 1 ұл болғасын ондайға онша неміз келмеді жағдайымыз. Сол кезде мен анам келген кезде анама айтқаным бар да, мен мама осындай, мен бір көйлек көрдім, соны алайыншы деп, осындай қасымда қыз киеді деген кезде, балалық шығар енді 1-ші курс қой, по-моему, сол кезде жоқ, ақша жоқ қазір деген кезде, мен сол кезде қолымда өзінің ауыр заттары бар да, сол кезде мен неге алып бермейсіз, не үшін алып бермейсіз деп, сол кезде қатты бүйтіп сөйлегенім бар да. Еще оны көріп тұрмын, қолында ауыр заттары бар, мен соны алып келе атқам ғой, көтеріп көмектесіп, жаңа таксиге дейін апарайын деп, өйткені ол кісі ауылда тұрады, мен Түркістанда. Мен жоқ, енді қазір ақшам жетпей қалды, енді келесі келгенде шығар деген кезде, алып бермесеңіз, алып бермей-ақ қойыңызшы, бір сұрағанда, бір осындай, енді ауыр сөз айтып тастадым да. Соны бірақ соны жатақханаға барған кезде артынан қарадым, уже кетіп қалдым да, затын солай үстіп қойдым да, кетіп қалдым. Уже сәл екен ойланып барып, мен не айттым, неге ауыр сөздер айттым деп. Артынан бұрылып қарасам, уже менің мамам қос-қос сумкаларды, дорожныларды қолына бет-бет іліп алғанда, кетіп баратыр да, қисалаңдап кетіп баратыр да, ауыр заттарды көтеріп. Өзім артынан бүйтіп бұрылып қарадым да, артынан барып, тоқтатайын десем, мына жерде балалық қой енді, нем жібермей тұр. Бармайын десем, анау енді қисайып кетіп баратқан аянышты болып көрді. Сол кезде ауыр сөйлегенім бар. Иә. Жалпы пендеміз ғой. Қателік көп бойымызда. Қателік жасаймыз.
ол кісіні ренжіткен жерлерім көп ренжіткен жеріміз. Қатты айтып қоямыз, ашуланып қоямыз. Сіз білмейсіз деп қарсы сөйлеп қоямыз. Қорыққанда не өзгереді, нені өзгерте аламын? Қайтып шақырып келтіре алмаймын бұл кісілерді. Тек артынан бар білген Құранымызды оқимыз. Басқа ештеңе қолдан келмейді. Балдарға да соны аманат етіп отырмыз. Енді әрине өмір болғаннан кейін өлім болады. Біреуге ерте болады, біреуге кеш болады. Мен анамыздан аяқ астынан айырылып қалған адамбыз, көрген түстей болды. Енді әкеміз, Аллаға шүкір әлхамдулилля, бір алаңдайды екенсің, уайымдайды екенсің. Қалай болады екен, не болады екен, амандығын тілеп Алладан. Сол жатсаң, тұрсаң кей кезде сол кісілерді ойнаймыз. Бірінші ата-анам, сосын балдарым деп. Ол рас екен. Бірақ бәрібір балдарымды бірінші орынға қоя алмадым. Ата-анамнан кейін қоям, бірақ ата-анам қатты қорқатыным. Ата-анамнан ұзақ жасаса екен деп тілеймін. Ұзақ жасаса екен, ауырмаса екен, әйтеуір өздері бар, өздері ішіп тұрса екен деп тілеймін. Ең бастысы айырылып қалудан қорқамын. Жоқ, мен ата-анамнан айырылып қалудан қорқамын. Енді өмір жастар ұзақ болса екен деймін. Менің бала-шағамның бала-шағасын көрсе, оның бала-шағасын көріп, шөбере шөпшектің қолына май жаласа екен деп тілеймін. Мен ең қорқатыным жақындарымнан айырылып қалу. Жақыным деген кім? Менің ата-анам. Жердің астындағы жағдайда мазалайды. Одан бұрын, айырылып қалғаннан бұрын, мен мамамның қиналғанын көргім келмейді. Мамамның ол кісі енді барынша мен қиналғанын көргім келмейді. Шынын айтсам, қазір ол кісі ауырып жатқандықтан қатты қиналып андай қалып жатыр да, бірақ мен сол нәрседен қорқам. Мейлі барлығымыздың баратын жеріміз қара жер ғой. Бәрібір өзі Алла сізді жіберді, Алла сізді дәм-тұзыңыз таусылған күні алып кетеді. Бірақ сол алып кеткенге дейін менің мамамның мен қиналып жатқанын көргім келмейді, ол кісінің ауырғанын көргім келмейді. Қысқасын айтқанда, аянышты көзін көргім келмейді. Өте ауыр сұрақ. Жалпы дұғада болсын, күнде ол кісінің денсаулығын тілейміз. Өмірі ұзақ болса екен дейміз. Өйткені елестете алмаймын. Ол жаңағы өзіңіз айтып отқан таң намазың кезінде, мысалы, намаздан кейін адам тілейді ғой, енді кез келген пәнде Алладан тілейді, сол кезде сол кісілердің аттарын айтып, нұр пейіште шалқысын, жатқан жерлері жәннаттық болсын деп тілейді. Енді кей намаздарымызда сол әкеміздің амандығын, туған туыстарымыздың, бауырымыздың, бала-шағамыздың, Құдай қосқан жарымыздың амандығын әр намазда тілеп отырамыз. Бірақ адам бір жаңағы енді ата-ана үшін тілеген тілек баланың. Ол ерекше тілек қой деп ойлаймын. Ата-анаңа жақсы нәрселер тілейсің.
жаңағы денсаулық сұраймыз ғой. Алла тағаланың әкеміз аман болсын, ортамыз аман есен жүре берсін, Алла ұзақ ғұмыр берсін, аман болсын деп тілейміз. Ал әке шешемізді бізге біз ойлаймын мен, біз күніне бір мәрте тілесек, әкеміз күні бойы 24 сағат тілеп жүретін шығар бізге. Біз перзенті оларға әшейін бір пәс уақытта тілейтін шығармыз. Түнде бір уақытымызды бөліп, өтірік айтпай қойын, түннің бір уақытында тұрып алып, әкеміздің, осы туған туысқанымыздың денсаулығын сұрап жүрмін деп айтамаймын, бірақ анда-санда бір сұрап қалатынымыз бар. Ал мен ойлаймын, біздің әкеміз біз үшін 24 сағат бойы Алланың амандығымызды тілеп жүреді. Я Раббым, ата-анамның біліп-білмей істеген амалдарын кешірші. Ата-анамның бойына күш қуат бер. Ата-анама барынша жақсылықты аямаш, қайырлысты нәсіп етіп, қайырсаң қашық етші деп үнемі дұғамда, шынымды айтсам. Бірақ ақыретте екі дүниенің бақытын сұраймын. Жақында ата-анам қатты ауырып қалды. Екеуі бірдей больницаға түсіп қалды. Сол кезде екеуі бірдей қатты ауырып больницаға түсті. Үйде жалғыз қалып кеттім. Келіншегім жақында босанған. 40-ына шығаруға 4 күніне жіберген болатын. Бала-шағамды бәрін. Сол кезде үйде 24 сағат үйде болдым. Сол кезде 24 мен ұйықтаған жоқпын 24 сағат бойы. Мен тілеулерін тілеп, орнынан тұрып кетсе екен, тезірек айығып кетсе екен, ол нәрсені айтам деп неған жоқым, ойлаған жоқым. Кейін ата-анам көрсе де басқаша түсініп қалмасын деймін да. Бірақ мен жоғалтып аламын деп о жағынан емес, мен тезірек айығып кетсе екен. Ол біреу ауырып қалып, біреу үйде болса, бәлкім сол не әкемнің, не анамның поддержкасымен жүрер ме едім. Екеуі бірдей қатты ауырды, екеуі бірдей жатты больницада 10 күндей. Сол кезде мен ондай нәрсеге дайын емес екен. Мен көзімді ашқалы тырнап, әке-шешем менің қасымда болып келген. Қандай жағдай болмасын, менің басымда қандай жағдай өтпесін, ата-анам менің қасымда болып келген. Ал ол сәтте менің қасымда бала-шағам да жоқ болды. Сол кезде жалғыздан жалғыз жатқан кезде тек айта бергенім, мен тамақ та ішпедім, мен су да ішпедім, мен өзім де ауырдым, мен сол кезде дәрі қабылдауым керек болды, укол салдыруым керек болды, бірақ мен өзімді ұмыттым да, тек ойымның барлығы, ол 3 пен 4 деп отырсыз ғой, ондай емес. Таңда апарып больницаға жатқыздым да, үйге келдім, содан бастап, келесі таңда мен інім бар, басқа қалада тұратын. Сол келем дегенге шейін көз ілмей, мен жасым 37-ге дейін мен ата-анама соншалықты тілеуін тілеп 24 сағат бойы онда менде болмапты. Менде сол бірінші рет болды. Менде қайталанбасын деп. 24 сағаттың, Аллах куә, 24 сағаттың 24 сағаты сол жүрегімде, ойымда, миымда, қазір уақытта тұрсам да, ішсем де, жүрсем де, кез келген жерге барсам да, сол ойымда жазылып кетсе екен, бір шипасы табылып, аяғынан тік тұрып, осындай қайтадан ұзақ уақыт өмір бер деп сұрамаймын. Ұзақ уақыт өмір бер деп сұрамаймын. Бірақ осыншама күнге дейін қиналды ғой қазір, осыншама дейін бізді өсірді, бақты, осыншама күнге дейін қиналды. Бірақ енді соңғы бір сәтінде бір хотя бы рахат өмір бетіп сүріп, ең болмаса бір ешқандай уайымсыз, ешқандай қайғысыз қалған өмірін менің анама дейінші мен қазір
қанша 20 жыл, 15 жыл, 30 жыл сұрасам да мен өзім тоймай тұрам, өмір сүрсінші деп. Бірақ ондай нәрсе жоғын білем да мен. Бірақ Алла құдіреті шексіз ғой. Көп емес. Шынымды айтсам, ол уақыттарда енді иманымыз әлсіреп те қалған шығар. Бұрындары сол түннің уақытында ұйқымызды бөліп тұрып, тахажжуд намазын оқитын кездеріміз де болды. Анамызға денсаулық тілеп, өзімізге, отбасымызға, ағайын туысымызға тілейтін едік. Қазір жағдайда күйбең тіршілік па, әлде жұмыс па, дұға етпейміз. Бірақ 5 уақыт намазымызда барынша, барлығына дұға тілеуге тырысам. Барынша. Ата-анам, ағайын туысым, дос-жараным, отбасым, өзіме барынша тілеуге тырысам. Тек жәннаттың төрінде жалғызсын деп, соны тілеймін. Жүзі жарық болсын деймін. Соны тілеймін. Бірінші Алладан сол кісілердің амандығын сұрайды. Алладан. Ата-анама денсаулық тілеймін. Өйткені олардың күліп, жадырап жүргенін тілеймін Аллахтан. Өйткені оларға қазір ақша керек жоқ. Оларға ақша да керек жоқ. Оларға қазір еш нәрсе керек жоқ. Өйткені біреуі 70-ден асты, біреуі 75-ден асты ма, оларға тек көңіл бөлу керек болды. Оларға басқа еш нәрсе керек емес. Бірақ менің оларға көңіліммен қызметім сейілмесе екен деп тілеймін Аллахтан. Өмірімнің соңына дейін, ақтық деуіме дейін ата-анама қызмет етіп жүруді Аллахтан нәсіп етіп тілеймін. Құдайға шүкір ата-анам бар, екеуі де. Өмір жастары ұзақ болсын. Қандай жағдай болса да, тек жаны қиналмасын. Басқа ештеңе сұрмаймын. Тек жаны қиналмасын, болды. Ұзақ уақыт өмір сүрген тілеймін. Деннің саулығын тілеймін. Ауырмаса екен ол кісі. Ол кісі қазір енді аяғымыз ауырды дейді, беліміз ауырды дейді. Сол кездерде ойланып қаламыз, шын айтқанда. Көңіліміз түсіп кетеді. Айтып тұрмын ғой, пендеміз ғой. Пенде бір орында отырмайды ғой. Қолып кетеміз, өзгеріп кетеміз. Барынша жақсылық тілеуге тырысам. Қос атадансы барларға айтатыным, тірісінде бағалаңдар, бағалай біліңдер деп айтып жүрмін. Айтып та келе жатырмын. Себебі мен өзім жастар болады ғой, туысқанның балдары, басқа өзіміздің балдар. Әңгіменің ашығын айтамын. Менде де бар. Ішінде өкініп қалам. Мен сияқты ертең өкініп жүрмеңдер. Ой, папа болмаса, мама неғып бүйтесің деген нәрсені айтпаңдар деп айтам. Ертең сол үшін өкініп қаларсың. Ертең мысалы кез келген ата-ана өзінің баласына жамандық тілемейді. Мен кей кезде бір кісілердің анасына жекіп сөйлеп отқанын көрем да, шамалы жүрегім ауырады. Мен аяймын ол кісілерді. Ол кісілер барын, анау бір қымбат дүниең болса, өзің бір қымбат киімің болса, оған ерекше қарайсың. Басқа киімге қарағанда оны күтімін, оны жақсылап тұрып қарап, бөлек қойып, оған мүшек кигізіп, бір шамаланғайлы адамның өзінің киімі болады ғой. Соны бір ерекше қарап сөйтесіз ғой. Бір қымбат бір киім алсаңыз, бұйым алсаңыз болмаса, үйге қымбат дүние алсаңыз, соған сіз әр нәрсе істей бермейсіз, ешкімге сызғызбай, әдемі реттеп ұстайсыз ғой. Сол сияқты бұл ата-ана деген ең қымбат нәрсе ғой. Мен сол адамдарға мен жүрегім ауырады, жаным ашиды соларға мен. Қолындағы ол қазынасы ғой.
қолындағы ол байлығы ғой, соған немқұрайлы қарайды. Ата-анасы барларға айтам. Ата-ана деген ол, олар керемет дүние ғой, былай қарағанда түсінген адамға. Бірақ айтады ғой, ата-анасы бар адам білмейді дейді, негізі білмейді. Бірақ ата-анасы жоқ адам, ата-анасы бар адамның төбесінен алтын тәж көреді дейді. Өйткені ол кісілер біздің тәжіміз, тағымыз, құбыламыз, жәннатымыз. Просто олардың дәл қазіргі қалған ғұмыры ұзақ болса екен деп тілеймін болды. Сол үшін жастарға айтатыным, ата-аналарыңды қадірлеп жүріңдер деймін. Енді нет, Құдайға шүкір ата-анам бар, сондықтан мен ата-анасы бар адамдарға одан басқа ештеңе айта алмаймын деймін да, өйткені мен ондай нәрсені түсінбеймін. Ата-анасы барларға барынша тірі кезінде қадірін түсіну керек деймін, қадірін білу керек деймін. Дауыс көтермеу керек. Қазір үлкен кісілер қартайған сайын жас балаша сәби болып қалады ғой енді. Барынша ауыр сөз айтпау, мейлі істемесе істемей кетсін, айтқанын, бірақ ауыр сөйлемеу керек деп ойлаймын. Әкем студент кезімде өмірден өтті. Тура жаңағы оқиға менің басымда да болды. Үйде жалғыз ұлмын. Анам өсірді, жетілдірді, осы балам өссін, өнсін, биіктен көрінсін деді. Әкемден де үйренгенім көп болды. Ол кісі шахтада жұмыс жасады, көп еңбек етті. Ол кісі ұсталықта қабілеті бар тұғын. Ол кісінің қасында, негізі ол кісі қасымызда әлі де болу керек еді, көп нәрсе үйренетін едік. Үйрене алмай қалған жерлерім көп. Сондықтан егерде ата-аналарыңыз тірі болса, бар болса, барынша ол кісілердің көңілін табуға тырысыңыздар. Ол кісілер ұрысып сөйлеуі мүмкін, бірақ ол ұрысы ол кісілердің жан ашуы, біздің алдағы өмірімізге, келешегімізге деген ол кісілердің мейірімділігі деп білемін. Сондықтан ол кісілердің қадірін біліңіздер. Ата-ана жәннатымыз деп жатады ғой. Сол рас нәрсе ғой. Өйткені ол кісілер тек ұлдарым, қыздарым деп өтеді бұл өмірде. Дүниенде сол, осы ұлыма, осы қызыма, әйтеуір соларға тамсын деп бізді ойлаумен болады ғой. Сондықтан да барынша жақсылық жасап, ол кісілерді құрметтеп, сыйлап өтсек, бізді де ұрпағымыз сондай құрметтейді деп білемін. Мен өзім жалпы өнердің адамымын ғой, жақы өзіңіз білесіз. Домбырамды серік қыламын. Сағынышымды домбырамен айтып, жылап, іштегі шерімді шығарып, іштегі запыранды сыртқа шығарып оламын. Сол арқылы 2 сағат, 3 сағатқа дейін отыратын кездерім болады. Мен кей кездері білмеймін, ерекше мені анам жақсы көретін. Түсіме көп көреді. Сол кезде мен ойлаймын, ол ар жақта жатса да сағынады. Ол ар жақта жатып, перзентін сағынады. Біз де сағынамыз. Ананың орны бөлек. Мен әсіресе ерекше қатты жақсы көретін. Үйленіп бала шағалы болсам да, ана кішкентайым бар. Сонымен қосып мені де құйрығымнан қағып еркелететін анам. Ол сағынғанда өте қиын. Қайтып келетін сияқты бір күні.
алдыман шығып қалатын сияқты болып тұрады. Мен ана ес білгелі бері оқуға түсіп ары қарай сапарлап кетіп қалам ғой, жаңа анамды, әке шешемізді көп көрмейміз. Сол мен бір сапарлап жүрген сияқтымын, сол сапарлап анам әлі үйде күтіп отқан сияқты сезінеді маған. Маған дағды болған, мен күніге таңертең әкеме сосын анама телефон соғам, ол маған үйренішті жағдай. Бір белгілі себептермен телефон байланыстан тыс жерде қалып кетіп, бірдеңелер болған кезде мен SMS жазып қоюға тырысамын. Әкеме де, анама да. Әйтеуір сен шыққанда барады ғой деп. Бірақ Аллаға шүкір. Анама да ол дағды болған. Мен звондамай жатсам, кейде әйтеуір алыс жолдан келіп кеште оянатын уақыттар болады. Анам бірінші телефон соғып қояды. Мен әйтеуір Құдайға шүкір деп сөйлейшім, телефонды ойлап тапқан адамға, WhatsApp дегенді ойлап тапқан адамға, видеозвонок дегенді ойлап тапқан адамға атасына мың рахмет. Мен жолда жүрген кезде, жолға шығып бара жатқан кезде, шығып бара жатырмын деп хабарласамын, жеткен кезде жеттім деп хабарласамын, жәлегі көрінісімді ойнап болғаннан кейін біттім. Мен әрдайым ата-анама отчет беріп үйренгенмін. Жүрген жүрісімді бар, оны жұрт күлуде мүмкін, жасы 40-қа кеп қалған адам ата-анасына отчет береді ме деп. Ал бізде үйде сондай дағдыланып қалған. 24 сағат бойы үздіксіз видеозвонокпен де сөйлесеміз, телефонмен де сөйлесеміз. Әрине қасыңда болып, бүйтіп құшақтап, бетінен сүйгенге жетпейді, бір ай болып сағынамыз ғой. Бірақ соның арқасында күнде көріп, сағынышымды солай басып аламын да. Әкемді қатты сағынғанда барынша жеке қалғанды жақсы көремін. Әлі күнге дейін менде суреті бар. Ол кісінің постоянно суретке түскенде, негізі бұлай өмірде салмақты ғой, кісі суретке түскенде де вообще күлмейді да, мүлдем күлкі көрмейміз да, неді сурет. Бір ғана сол суреті бар, күліп қана, жай ғана езуін тартып түскен суреті бар да. Соған қарайым, барынша. Маған айтатын бір ғана сөз бар тұғын. Менің датком деп еркелететін да өзі. Соның өзін іштей жеке қалғанда түнде әсіресе солай қайталаймын. Солай қайталасам, сол кісі айтып жатқандай болады да маған. Кішкене басылам, ал уже шыдай алмаймау, осы қазір ол кісіні қатты сағынғанда агрессиямды біреуге білдіріп қоям, немесе болмаса осындай болды, уже шыдай алмаймын деген кезде міндетті түрде ауылға барам. Міндетті түрде ауылға барам. Енді әкем студент кезімізде кетті, өзде бала едік. Одан соң анамыз әке орнына әке болды, ана орнына ана болды. Енді мысалы үйде бір жұмыс жасаймыз, басқа етеміз. Сол кездерде әкемнің жоқтығы білінеді. Ол кісінің ақылы керек болып жатады кейбір кезде. Ана ол бәрі бөлек қой, ол кісінің мейірімі бөлек, ол кісінің сөзі бөлек, әкенің сөзі мүлдем бөлек болады екен. Жарықтық анашым айтушы еді. Жалпы өзіміз 11-міз. Бір анадан. 11 едік, 9-мыз қалдық қой қазір. Жерінде, Аллаға шүкір оғанда. Осы қанатым ауырмады. Осы қанатым анамда ойлап жүреді. Ана ағайын болсын жүгіріп жүретін осы қанатым. Осы менің жағдайым жасап отырады. Менің шайтамағымды
қатынына ұрысса да айғайласа да әйтеуір алдыма әкеп қойдыратын да осы деп сөйтіп отыратын. Анамның бір маған өмірде ең үлкен өнеге болып қалған бір сөзі бар. Жаңа қатын дегеннен шығады ғой. Үйде бір күн бәріміз шай ішіп отқанбыз. Енді сүйме болғаннан кейін болады ғой, жақа кейде бір сөйтіп өзім жұмыстан анау болады. Ми шаршайды кейде адам. Сондай бір мазам болмай отырған кезде үйдегі жеңгеңіз бір нәрсе деп қалды. Сосын шығып кетеді ғой, Чимгенскийміз ғой біз. Шешең деп кетіп қалды. Анашым отқан маған қарама қарсы. Шайдың басында. Дастархан үстін деп сыпырып отырды да жай айта салды. Шешесі қадірсіз, шешеден боқтайды деді. Шешесі қадірсіз, шешеден боқтайды дейді. Көрдіңіз ба? Сен мені қадірлемей отырсың ғой деген әңгімесі. Сол себепті тағы да айтамын, жастарға айтатыным кейінгі балдарға. Лаж болса, шеше деген, ана деген ұғымды биік қойса екен дейді. Айттым ғой, мен сол әкеме лайықты бала бола алып жүрмін ба мен сол. Мен оны қанша жақсылық жасайын, жасамайын. Мен ол кісіге лайықпын ба? Оған перзенттік борышымды шынымен өтеп жүрмін ба? Мейлі маған әкем білдірмеуі мүмкін. Маған мені бәрі жақсы көретін шығар, жақсы көреді. Бірақ ішіндегі ойында, жүрегінде бір реніш қап кеткен жоқ па екен. Сондай бір сезімдер болады. Ата-анам, мен анам айтпайды көбінесе. Анам өте тұйық адам. Тұйық адам. Әкем айтады. Аллаға шүкір 3 қызы бар ғой енді, альхамдулилля. Мен соның ең кішкентайымын. Сонда әкем айтып отырады. Бауырларымның бәрінің басы жиналып, басы қосылғанды айтады. Бесеуің бір төбе, Гүлзадан бір төбе дейді. Әкем артыға нәрсе айтпайды. Бірақ соның өзіне масаттанып, қуанып отырады. Сол жетеді маған. Ондай перзент үшін ол ата-анама мен мынандай істедім, соған олар мақтанып жүр деп мен айта алмаймын. Біз қаншалықты мыңдаған амал жасасақ та, айтады ғой, Меккеге 7 рет апарып келсең де өте алмайсың деп. Сондықтан мен ондай жағынан мен жауап бере алмаймын. Өйткені мен не істесем де оны мен міндет қыла алмаймын ата-анама. Ана үшін баланың жетістігі, әрбір жетістігі қуаныш қой. Сен мейлі кез келген ортада жүрсең де, біреу сені мақтаса да, немесе көгілдір экранға шығып қалсаң да, немесе жаңағыдай сенің қызың бәленше жерде көріп қалдың, осындай өте жақсы екен деген сөздің өзі ана үшін ол мақтаныш деп ойлаймын. Менің әкем өмір бақи өтірік айтпауды үйретті, шыншыл болуды үйретті. Мен сол жолмен жүріп келемін. Адамдық жол екен ол. Адам болатын жол екен. Шыншыл жүрсең. Әкем айтатын, өлсең өліп кет, өтірік айтпа, шынды айт. Әлі де айтады. Анам да біреудің ала жібін аттама. Балам өзіңмен өзің жүр деп айтады. Мен сол жолмен жүріп келемін деп ойлаймын. Маған абырой атақ деген әке-шешенің алдында түк емес ол. Сол кісілердің айтуымен жүріп келе жатырмын мен осы күнге дейін. Өтірік айтпасаң, шыншыл сөйлесең, адал болсаң, жолыңды болдыра береді екен. Ол әкеміз үнемі айтады. Адал жүр, ешкімнің ала жібін аттама. Жамандық жасама, алдыңнан қайтып келеді. Өзіңе келмесең де бала шағаңа тиет деп әлде айтып отырады. Сол жолмен жүріп келе жатырмын мен. Әкемнің берген тәрбиесі мен ырзамын. Мен енді әкем
кәдімгі бір ауылды басқарған ғой, 12 жыл әкім болған кісі. Анам бухгалтер болған. Анам біздің тәрбиемізге көбінесе анам араласатын, әкем қызметтегі адам болғандықтан, сырттың түздің адамы ғой, негізі еркек деген. Көңіл бөлмейтін, бірақ аптасына бір мәрте сабағымызға қарап, әйтеуір кішкене солай жасап отыратын. Бірақ әкемнен алғаным, қасиетім, әкем айтатын, қандай да бір нәрсе болмасын, қызым, ешқашан төмен қарама. Ешқашан. Ол жастықтың белгісі дейді. Кез келген жағдайда тік сөйлеуге, тік қарауға, алға қарай тік жүруге, кез келген нәрсені, білмеймін, әкемнің бойында көпшілік қасиет бар ғой, кез келген адаммен араласып сөйлесіп кететін. Сол қасиет бар. Анамның жүрегіндегі, мен түрім суық көрінгенде жүрегім өте нәзік адаммын негізі. Тез жылаймын, көп нәрсеге тез ренжіп қалам, тез кешірем. Анамның қасиетін солай алдым деп ойлаймын. Енді қанмен келген мінездері бар, айтқан тәрбиелері бар, өсірген. Әкемнің де, анамның да айтқан кішкентайымнан құлағыма құйып өскен нәрсесімен келе жатырмын деп ойлаймын. Мен қазір адам болып қалыптасуыма, тұлға болып қалыптасуыма дейінші, ата-анамның арқасы. Мен бір не нәрсе істесем де ата-анамның рұқсатымен істеймін. Ата-анамның айтуы. Мен енді бір 100% сол оңға бұрылды десе оңға, солға бұрылды десе солға бұрылды емес. Бірақ ата-анамның маған бойыма, мен қандаймын қазір, сол ата-анамның арқасы деп ойлаймын. Менің анам өте шыншыл кісі да, өте шыншыл кісі. Бір қасиеті, басымды кессең кесіп ал, мені шапсаң шауып ал, бірақ мен осы деген жерде айтам, деген жерде. Сосын бізге кішкентайымыздан айтатын ақылы, біреудің затына тиме. Аш қалып баратсаң да, біреудің затын алма, өтірік сөйлеме, біреудің ала жібін аттама. Сол қасиетті мен өзімнің әкемнен де, анамнан да көргем. Сондай тәрбие алып өскенбіз біз. Қиын сұрақ екен. Әлі де ол кісілерді, білмеймін, бары болған соң анамыз әлі де қадірін білмей жүрген сияқтымыз деп біліп. Енді ол Құдай сақтасын, Алла Тағала ұзақ ғұмыр берсін, 100-ден асып жығылсын. Қасымда әкем болса мен батырмын. Қасымда әкем болса мен жағдайым бола береді, жолым бола береді. Алладан бірақ бәр нәрсе. Ол бір күні, мен бір күн ерте кетіп қалуым мүмкін, бір Алладан. Бірақ жаңағы ой мазалайды мені. Сол лайықты бола алдым ба, боламадым ба? Әкеме. Әкем маған лайықты әке. Мақтанам мен. Мен үшін асқартау. Мен үшін одан үлкен менің президентім, менің ханым, менің патшам. Менің батырым, ақыным сол кісі. Одан асқан мен үлкен адам көрген жоқпын. Сол әкем мен үшін. Ал мен ол кісіге лайық перзент болып жүрмін ба, болып жүрмеген жоқпын, сол мені мазалайды. Стафиралла дейін бірінші. Бір арманым бар. Білмеймін, ол қашан болады, бір Алла біледі. Мүмкін, білмеймін, мен бір чудо болып болады шығар, Меккеге жіберу болды. Сол, ол мен әкемде, анамды арманы. Бірақ менің арманым, Алла нәсіп етсе, Құдай қаласа, бірінші қалай мүмкіндігім болып, қалай жағдайым деп қалай осылай болып тұрам, бірінші арманым, мақсатым ата-анамды ертерек Меккеге барып жіберу. Ол кісілер барып келсе, сосын Құдай қаласа, ол кісілердің дұғасы маған азық болады ғой, иншалла. Ол кісілер барып келсе. Бұл сол ғана өкініш болып қалатын шығар. Бірақ Құдай сақтасын, ондай басқалай өкінішім жоқ. Жоқ.
бұл сұраққа жауап бергім келмейді. Мен дайын емеспін. Енді қазір данный момент суық хабар келсе, мен біріншіден көтере алмаймын деп ойлаймын. Көтере алмаймын. Себебі мен қанша іштей өзім дайын болғанмен, ішкі жан дүнием ол нәрсеге мен дайын емес. Себебі мен ондай нәрсе естіп көргем, суық хабар алып көргем. Тем более күндіз емес, түнде. Әкем қайтыс болған кезде, сол кезде менің тілегім, өзімнің нем, бұндай нәрсені мен телефон арқылы естігім келмейді. Телефон арқылы естігім. Қазір мен ол нәрсеге дайын емеспін. Естуге дайын емеспін. Ауыр сұрақ. Бірақ Алладан ондай тілемеймін, білмеймін. Тілегім келмейді. Анама көп нәрсені көрсеткім келеді. Жақсылық. Аллаға шүкір, ол кісі 2019-да, қателеспесем, 18-де қажылыққа барам деп ұмтылды ол кісі. Бірақ сол бір сәті болмады дағы, бара алмады. Қателеспесем, 2019 болу керек. Әлде 2018-де ол кісі қажылыққа барып келді. Үлкен қажылыққа барды. Мен қуандым, қатты қуандым. Қатты қуандым қажылыққа барып келгеніне. Содан ол кісі келді. 2019-да карантин болды. 2 жыл қажылық ашылмады. Енді қазір рас өтірігін білмеймін, заң шықты дейді. 60-тан асса қажылыққа бармайды дегенде сөз шығып жатыр дейді. Мен сол анамның қажылыққа барып келгеніне қатты қуанамын. Әлі де ол кісіге мен көп жақсылық жасағым келеді. Ол кісінің қартаймағын жақсы көремін. Ұзақ өмір сүргенін қалаймын. Ол менің шын сырласым, досым, жанашырым деп айта аламын. Жалпы бүгінгі ата-ана жайлы көтерген сұрағымыз, ата-ана жайлы болған әңгімеміз келешек жас ұрпаққа ғибрат болса екен деп өзімізге мақсат тұтқан болатын. Құдайға шүкір, мына кейіпкерлерден алдым, көбінесе бұлардан өкінішін алдым. Әлде де істелгеннен гөрі істелмеген амалдардың көбін байқадым, өкініштерін байқадым. Бұл өкініштер кейінгі жас ұрпаққа амалына асыруға пайдасын берсе екен деп тілеймін. Біздің мақсатымыз сол. Мұсылмандағы 40 парыздың бірі жақсылыққа шақыру. Бір-бірімізге, мұсылман бір-біріне аға іні дейді ғой. Біз аға іні екенімізді көрсетіп, жанашырлығымызды көрсетіп, мына дүниеге өзіміздің атымызды кішкене болса да ғибратты әңгімеміз қалдырайық деген мақсат еді. Барымызды бағалайық, ағайын.